Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, арсақта, оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ шағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Еңбек қорлық, ұлттық мақтаныш, принциптілік сайып келгенде, осы қасиеттердің бәрі де халықтың тұрмыс салты мен ұлттық мінезінен шығады. Ғылымдар дүниелік сиқыр болмақ. Оқыған ол ғылымды кәпір болмақ. Зулатып шариғатты шарт жүгініп, молдекең отырғанда мойнын толғап. Сондықтан заман жүйрік, біздер шабан, артында ілес алмай, жүрміз хаман. Күн сайын өзгеріліп, өнер артып, бәрі де бара жатыр алға таман. Тірі болсам, хан баласында қазақтың қақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгінде күн болмағанда кім болам? Білімінде, еңбек пен өмірдің өзінде ғана шындап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас еш қашанда тот баспастан жалтырайда, жарқырайда береді. батқанға дейін құройыннан басқа істер жұмыстарың жоқ ба, балалар? Ой, реті келсе, байдың қойының қосын бағамызда. Келейік. Сендер сонда хаттанып, кітап оқығыларың келмейді ме? Ой, ағай, оның бізге керегі қанша? Біздің осы күніміз өзімізге ұнайды. Оның үстіне менің әкем де шешем де хат танымаған. Ей,
Алдыңда жүрген малдың санын білсең, жеткілікті емес пе? Менің де әкем оқымаған, одан кемшілік көрген жоқ қой. Бізге де оқудың қажеті жоқ. Отыра қойыңдар, тез отыра қойыңдар. Жақсы балалар, түсіндім сендерді. Бірақ қазір мен сөзімді тәмамдағаннан кейін сендерге оқу қажет пе, жоқ па? Оны өздерің айтарсыңдар. Келістік қой балалар? Қараңдар. Егер сендер ғылым қусаңдар, тек хат танып қана шектелмейсіңдер. Бүкіл ғаламды танисыңдар балалар. Мысалы, сендер болашақтарды қалай елестетесіңдер, айтыңдаршы. Өскенде кім болғыларың келеді балалар? Иә. Мен осы жерде жүрген анау қойларды бір өзім бақсам деймін. Сен тіпті таят ойлайтып кетсің ғой. Мен мына біздің бай сияқты, біздің алда бай сияқты дәулетті адам бар. Үйір, шылқып, ұтар, қойы бар. Менің де жылқышы болғым келеді. Ашық аспан астында мал бағып жүрген неше мың. Жоқ балалар. Бұл өмірде сендердің жылқыларың мен ойын сауықтарынан да басқа қызықты дүниелер толып жатыр. Тек соған талпынуларың қажет. Балақай, сен өскенде кім болғың келеді, айта қойшы. Ал мен айға ашқым керек. Сен өзің айға шаққандай жын мен пермедіңіз. Жоқ балалар, тынышталыңдар. Неге мүмкін емес дейсіңдер? Мүмкін емес дүние жоқ. Егер ғылым дамитын болса, аспанға қалықтап шуға да, анау тұрған айды жақыннан көруге де болады балалар. Білім қусаңдар, ол сендерге тек хаттанумен ғана шектелмейді. Көкжиектеріңді кеңейтеді балалар. Егер сендер тек қана қой бағып, байдың құлы болып жүре берсеңдер, өмірлерің қараңғы түнек секілді өтпек. Білесіңдер ме балалар? Білімсіз адам қараңғы түнекте адасқан жан секілді. Мәселе мына кітапта. Мына сөзі бар суайт. Қайдан келген? Не аттап отырсың? Ол бір білім қуған адам. Ел аралап, қазақ балаларын оқу білімге үйретіп, мектеп ашсам дейді. Сол мектебіне кедей кепшіктің барлығын жиып жүр. Бай мен кедейдің арасын ірткі сал. Солай ма? Сазайын берейік. Жоқ. Осында алып келіңдер ана сайқымазақты. Ей, бала! Сен не деп оттап жүрсің, а? Мына балалардың миын улап. Оқсаң, айға ашасың деген қай сасқаның ол? Сіз шола ойламаңыз ба, еркек? Егер осы жүрген бір топ балаға ғылымның дамуында көмектесіп, бар дәулетіңізді жұмсасаңыз, дәулетіңіз кем қалмайды, екі еселенбек. Не деп тұрый мына күшік? Мен бе таяз ойлайтын? Ай, кедей кепшіктің баласына білім не керек? Менің малымды бақса болды емес пе? Ештеңеде мұқтаж қылмайын бұларды. Ей, бай! Білім ғылымсыз, мына байлығыңның құны көк тиын. Ұқтың ба? Шабасында! Оңбаған! Сеңіре шыққан кедейге білімнің не керегі бар? Арқасына қырық дүре соғып, қамап тастаңдар. Ей, Сараңбай! Одан да осы жүрген балаларға сауат ашуына көмектесіп, мектеп салып берсең нен кетті? Көрерсің әлі болашақ білімділердің қолында. Ұстазға деген құрмет артатын болады. Көрерсің.
Қайырлы кеш, армысыздар, қымбатты қонақтар, құрметті ұстаздар, қымбатты түлектер, Шәкәрім университетінің серіктестері, барлықтарыңызды Шәкәрім университетінің 90 жылдық мерейтойына арналған салтанатты кешке қош келдіңіздер. Армысыздар, ардақты ағайын. 1934 жылы еліміздің алдыңғы қатарлы университеті, Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің іргетасы қаланды. Мереке құтты болсын, ағайын. 1995 жылдан бастап 3 оқу орны, педагогикалық институт, мал дәрігерлігі институты және Семей ет және сүт өндірісінің технологиялық институты негізінде Семей мемлекеттік университеті құрылды. 1999 жылы университетке ғұлама ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор Шәкәрім Құдайбердіұлының есімі беріліп, университет Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті деп аталды. Шәкәрім университеті еліміздің жоғарғы білім беру жүйесінде елеулі орын алатын және білікті мамандар даярлайтын бірегей оқу ордасы. Университеттің мыңдаған түлектері Қазақстанның және шет мемлекеттердің барлық салаларында табысты еңбек етуде. Мемлекеттік әнұран, ұлттық әнұран. Ресми салтанатты патриоттық музыкалық композиция. Әнұран әдетте өз мемлекетінің тыңдаушысына, өз елінің өткені мен бүгіні тарихына деген мақтаныш, құрмет сезімін тудырады. Әнұран елімізді рухтандырады. Халықтың жігерін жаниды. Туған елі алдындағы жауапкершілігін сезіндіреді. Әр адамзаттың бойындағы бар күшін, бар елге деген махаббатын әнұранмен жеткізеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Жеке дауыста Еркебұлан Мұсаев, хормейстер Саткенова Анаргүл. Орындайтындар Шәкәрім университетінің оқытушы профессорлық құрама және студенттері. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны еліме қараша. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлің болып, егілімін, жарың болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қарсы алған уақытты мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып, егілімін, жарың болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Менің елім, гүлің болып, егілімін, жарың болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Баршаларыңызға рахмет. Қымбатты қонақтар, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевтың құттықтауын дауыстау үшін сахнаға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Айнұр Арғынбекова шақырылады. Құрметті ханымдар мен мұрзалар, сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі кешіміздің құрметті қонағын шақыруға рұқсат етіңіздер.
нұрсұлтан рымғалиұлы, құрметті университет ұжымы, құрметті қадірменді қонақтар, сіздерді Шәкәрім университетінің 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сенат төрағасы Маулен Сағатханұлының жолдаған құттықтау сөзін оқытуға рұқсат етіңіздер. Құрметті университет ұжымы, сіздерді еліміздегі іргелі оқу орындарының бірегей Шәкәрім атындағы университеттің құрылғанына 90 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім мен ғылым саласына әрдайым баса мән беріп келеді. Осы тұрғыдан келгенде жастарға сапалы білім, ұлағаты тәрбие беріп, олардың заманға сай саналы білімді болып қалыптасуына үлес қосып келе жатқан Шәкәрім университетінің алар орны айрықша. Университеттің мерейтойымен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, бақ береке, толайым табыс тілеймін. Жоғары оқу орнының өрісі кеңейіп, абыройы арта берсін. Ізгі ниетпен Маулен Ашымбаев. Арнайы құттықтау хатын табыс етеміз. Әрине сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен. Қадірменді қонақтар, бұл мерейтой тек оқу ордасының ғана емес, Семей қаласының және еліміздің тарихындағы айтулы белес. Әрбір семейлік үшін үлкен қуаныш, бүкіл қазақ елі үшін ерекше мереке. Қазіргі таңда университет түлектері әр салада табысты еңбек етіп, Қазақстанның жарқын болашағына қызмет атқаруда. Мен Семей қаласының тумасы ретінде Шәкәрім университеті дәрежесін осындай жоғары деңгейде болғанына ерекше қуанамын. Университетіміздің мәртебесі асқақтап, игілікті істеріңіз одан әрі жалғаса берсін. Рахмет. Құрметті жиналған қауым, құрметті ханымдар мен мырзалар, келесі құттықтау сөз және марапаттау үшін сахна төріне Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім вице-министрі Дархан Ахмет Заки мырзаны зор қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Құрметті халайық, саламатсыздар ма? Алдыменен Қазақстан Республикасының министрі Сайзат Нұрбек мырзаның құттықтауын оқып берсем. Құрметті Шәкәрім университеті ғалымдар қауымы, оқытушылар, қызметкерлер, студенттер мен түлектер, сіздерді университеттің 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл тек бір оқу орнының тарихында маңызды дат емес, бүкіл Қазақстанның жоғарғы білім жүйесі, еліміздің мәдениеті мен ғылымы үшін үлкен оқиға. Шәкәрім университеті бұл ұлы Шәкәрімнің ағартушылық пен даналық дәстүрлерін сақтап, оны болашақ ұрпаққа жеткізіп келе жатқан оқу орны. Сіздердің бүгінгі ұстанымдарыңыздың стандарттар мен көшбасшылыққа деген талпынысты дәлелдейтін заманауи білім беру бағдарламаларын дамытуға, ғылыми жобаларды жүзеге асыруға бағытталып отыр. Бұл факторлар университетке халықаралық рейтингтерге жоғары орындарды иеленуге мүмкіндік береді. Білім беру ортасын жетілдіріп, білім көкжиегін кеңейтеді. Университет жас кадрларды тартуға ерекше назар аудара отырып, тұрақты даму, инженерия, аграрлық технологиялар және экономиканы әрі ғылымның болашағын анықтайтын басқа да маңызды бағыттарға инновациялық бастамаларды нығайтуға көмектеседі. Бұл бастамалар Абай облысы және Қазақстан Республикасының экономикасы мен ғылыми прогрессінің дамуына айтарлықтай үлес қосады. Шәкәрім университетіне алдағы уақытта табыстардың еселене түсуін, жаңашыл идеялардың көп болуын, гүлдену мен алға қарай нық қадам басуды тілеймін. Ұлы Шәкәрімнің есімі халыққа қызмет ету мен ақиқат іздеу жолында өскелең ұрпақты рухтандырып, білім мен ғылымға деген адалдық символы болып қала берсін. Құрметпен Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек мырза.
құрметті халайық. Мен де осы Семей облысының тумасымын, Мақаншы өңірінде туып өстім. Дәл өзіміздің жанұямызда әке-шешем де осы оқу орнын бітіріп шықты. Алдымен шешем осы Крупская атындағы педагогикалық университетті бітірді, орыс тілі мамандығынан. Екіншісі, әкем осы ақпараттық технология мамандығын тәмамдады. Әрине, технологиялық жаңағы бұл білімнің нақты, шынайы, биік деңгейдегі берілетін айқын көрініс деп білеміз. Өйткені қанша жылдай бойы осы түлектердің арқасында осы Семей өңіріне, жалпы қазіргі кезде Қазақстанның әр түкпір-түкпірінде түлектердің жұмыс жасап жатыр. Осының жаңағы көріністердің тамаша кезеңдерінің бірі жастардың өздерінің талантты бір көрсеткен көрінісі. Яғни Шәкәрім университетінің алған ұстанымы нық болып, келешекте талантты жастар келе берсін. Ғылыми жұмыстар мен білім беру стандарты аса түсіп, алдағы Шәкәрім университетінің аты асқақтай берсін. Сондықтан әрдайым өздеріңізге табыс тілеймін. Құтты болсын. Рахмет айтамыз, құрметті Дархан мырза. Сахна төрінде марапаттау рәсімін жүргізу үшін қалуыңызды сұраймыз. Ендеше қымбатты қонақтар, ғылым және жоғарғы білім министрлігінің марапаттарын табыстауға рұқсат етіңіздер. Ана тілін дамытуға қосқан үлес үшін төс белгісімен университет мұражайының аға ғылыми қызметкері Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы марапатталады. Сіздердің құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Ана тілін дамытуға қосқан үлес үшін төс белгісінің иегерлері. Құрмет, қошеметпен келесі азаматы шақыруға рұқсат етіңіздер. Ана тілін дамытуға қосқан үлес үшін төс белгісінің иегері, Қазақ филологиясы және журналистика кафедрасының аға оқытушысы Тоқсанбаев Айман Омархан қызы. Шын жүректен құттықтаймыз, бір қатыра қол соғып қойыңыздар. Марапаттау рәсімін ары қарай жалғастырамыз. Ғылымды дамытуға сіңірген еңбек үшін төс белгісімен химия және биология кафедрасының аға оқытушысы Оңтағарова Динар Рахым қызы марапатталады. Марапат иелеріне сіздердің құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Ғылымды дамытуға сіңірген еңбек үшін төс белгісінің келесі иегері, ғылыми кадрларды даярлау және аттестаттау орталығының басшысы Нұрғазезова Алмагүл Нұрғазез қызын құрмет, қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Марапат иелеріне сіздердің тағы да бір мәрте құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Құрметті Дархан мырза, сізге алғыс білдіреміз, мереке құтты болсын. Құрметті орныңызға жайғасуыңызға рұқсат. Рахмет айтамыз. Ендігі кезекте мүсілім керемет тамаша әнді, тамаша жандардың құрметіне арнаймыз. Ендеше құрмет, қошеметпен қарсы алыңыздар. Сахна төрінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мапруза Утуленова. Қарсы алыңыздар.
жағасы жайлау, даласы көрекем, аспаны биік, армансыз өрекем, жайқалған көгі жазирадалам, алыстан аңсап келемін, айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Нұрындай күніне тұрдым, сағындым сені, балауса қорабым, жайқалған көгі жазирадалам, алыстан аңсап келемін, айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Жайқалған көгі жазирадалам, алыстан аңсап келемін, айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Сағындым сені, туған жер. Мапруза Утуленова. Көп рахмет, қымбатты қонақтар. Абай облысының әкімі Нұрлан Уранқаевтың атынан құттықтау сөз және марапаттау үшін сахнаға облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Сәрсебаев шақырылады. Кеш жарық, құрметті қауым, ардақты ағайын. Бүгін өздеріңізбен Абай атындағы Қара шаңырақта білім ордасы Шәкәрім атындағы университеттің 90 жылдық мерейтойында жүздескеніме қуаныштымын. Облыс басшылығы атынан Думан Рымғалиұлы бастаған университет ұжымын айтулы күнмен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл білім ордасы мемлекет мүддесіне қызмет жасап жүрген талай түлектің қанатын қатайтты. Ұлттың ұйтқысы болған ұлағатты жандарды тәрбиелеп шығар десек те артық емес. Қазақтың ұлы ойшы Шәкәрім Құдайбердіұлының есімін еленген киелі орда келешекке кемел біліммен сенімді қадам жасап келеді. Қазақстанның жас буыны жан-жақты даму үшін үлкен жұмыс тәжірибесімен кең көлемде халықаралық байланыстар бар көп салалы оқу орнына айналып отыр. Абай елінің абыройын асқақтатып, айбынын асыратын түлектеріңіз көп болсын. Университет ұжымына толағай табыстар, жемісті еңбек, болашақта биік белестерді бағынауға тілектеспін. Мерейтой құтты болсын, құрметті жерлестер. Көп рахмет, Жасұлан Бірлікұлы. Сізді сахна төрінде қалуыңызды сұраймыз. Қымбатты қонақтар, Абай облысы әкімінің марапатын табыстауға рұқсат етіңіздер. Абай облысы әкімінің алғыс хатымен ауыл шаруашылығы кафедрасының аға оқытушысы Жаманова Гүлнара елеусіз қызы марапатталады.
Сондай-ақ сахна төріне химия және биология кафедрасының аға оқытушысы Полевик Василий Владимирович шақырылады. Абай облысы әкімінің алғыс хат егерлері, сіздердің құрмет, қошеметтеріңіз. Марапаттау рәсімін ары қарай жалғастырамыз. Орыс тілі және әдебиеті кафедрасының оқытушысы Нұрғазина Перизат Сартайқызы марапатталады. Сондай-ақ сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен Потасова Наталья Анатольевнаны сахна төріне шақырамыз. Кітапханашы, сіздердің құрмет қошеметтеріңіз болсын. Химия және экология кафедрасының қауымдастырылған профессоры Қабышева Жанар Көбегенқызы марапатталады. Сіздердің құрмет қошеметтеріңіз болсын. Зор ықыластарыңызды қошеметпен білдіріп отыруға шақырамыз. Сіздердің алдарыңызда химия және экология кафедрасы қауымдастырылған профессора Қабышева Жанар Көбегенқызы. Сондай-ақ зор қошеметпен сахна төріне физика және жылу энергетикасы кафедрасының аға оқытушысы Нұрғалиев Данияр Нұржанұлын қошеметпен сахнаға шақырамыз. Сіздердің алдарыңызда марапат иелері Абай облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталушы бүгінгі кешіміздің құрметті қонақтары. Жасұлан Бірлікұлы, сізге де зор алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Құрметті қонақтар, сонымен қатар Шәкәрім университетінің 90 жылдығына орай Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінен, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінен құттықтаулар мен марапаттаулар алдық. Шәкәрім университетінің Қазақстанның дамуына қосқан көп жылдық үлесі үшін алғыс білдіретін құттықтаулар мен марапаттарды табыстау үшін жоғарыда көрсетілген министрлік өкілдерін сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровтың құттықтау мен марапаттарын табыстау үшін сіздердің алдарыңызда ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының бас менеджері Бақыт Насырханова ханым. Құрметті әріптестер, құрметті университет ұжымы, енді бағанадан бері уақыт тығыз деп жатыр. Сол себептен маған министрдің құттықтауынан бастауды рұқсат етіңіздер. Оқып берейін. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің атынан және өз атымнан Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің ұжымын 90 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Университет осы уақыт ішінде заман талабына сай дамып, бүгінде халқымызға дәйекті білім беріп, жастарды тәрбиелеген білім мен ғылымның қара шаңырағына айналды. Республиканың білім беру саласында жүргізіліп жатқан реформалардың табысы ең алдымен адамдық капиталдың дамуына, оның ішінде сіздерге университеттің профессорлары мен оқытушыларына байланысты екені баршамызға мәлім. Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті көп бейінді салалар бойынша көш бастап тұрған беделді жоғарғы оқу орны. Қазіргі жаһандану дәуірінде білім алушы жастарға жаңа технологияларды шет тілін меңгеру негізгі талаптардың бірі болып саналады.
Бұл әлем елдерімен ынтымақтастықты нығайтып, халықаралық деңгейде ұлт мүддесін қорғау және озық білім менен ғылымды игеру үшін өте қажет. Сіздер осы маңызды міндетті абыроймен атқарып келесіздер. Білім ордасының көптеген түлектері түрлі салада табысты еңбек етіп, тәуелсіз Қазақстанды өркендетуге сүбелі үлестерін қосып жүр. Бітіріп кеткен түлектердің ішінде танымал ғалымдар, мемлекет қайраткерлері, мемлекеттік қызметкерлер және ірі компаниялар басшылары бар. Бүгінгі Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің 90 жылдық мерейінің салтанатты сәтінде барша ұстаздар қауымына зор денсаулық, шығармашылық табыс және қажымас қайрат тілеймін. Шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, еңбектеріңіз ақтала берсін. Құрметпен ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров. Сонымен қатар тағы да беріп жіберген аманат етіп сәлемдемелері бар. Оны енді оқымай-ақ қояйын. Осының ішінде бәрі жақсы сөздер жазылған. Наноцтың атынан келген. Құрмет қошеметтеріңіз. Тағы да ғылыми институттың атынан, институт животноводства дейміз ғой, ал мал шаруашылығы, соның атынан тоже беріп жіберген, сіздерге табыстаймын. Рахмет айтамыз, марапаттау рәсіміне қатысуды өтініп сұраймын сізден. Ауыл шаруашылығының саласының үздігі төс белгісімен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Сахна төріне Тоқаев Зейнолла Қалымбекұлы шақырылады. Ветеринария кафедрасының профессоры. Бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы. Сіздердің құрмет қошеметтеріңіз болсын, ауыл шаруашылығы саласының үздігі төс белгісінің егері. Алдарыңызда ветеринария кафедрасының профессоры Тоқаев Зейнолла Қалымбекұлы. Сондай төс белгімен марапатталу үшін сахна төріне Нұркенова Марал Қариполлай қызын шақырамыз. Марал Қариполлаевна ветеринария кафедрасының аға оқытушысы. Құрметті ханымдар мен мырзалар, алдарыңызда Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мырзаның арнайы төс белгілері. Сізге арналған ықылас гүлін алуыңызды сұраймыз. Құрметті Марал ханым, сізді құрмет қошеметпен сахнаға әдемі гүл шоқтарын алуыңызды өтініп сұраймыз. Марапат иелерін тағы да бір мәрте шын жүректен құттықтаймыз. Келесі музыкалық сәлемді өздеріңізге арнаймыз. Сахнада Шәкәрім университетінің түлегі, Жас қанат байқауының алтын қанат егері, Қазақстан эстрадасының жас жұлдызы, жерлесіміз, бүгінгі кештің құрметті қонағы Әсем Омар, қошеметпен қарсы алыңыздар. Кеш жарық, құрметті ұстаздар, жерлестер, замандастар, достар. Шәкәрім университеті бізге бәрін берді. Білім берді, сол біліммен сусындап, қазіргі таңда өмірге нық қадам бастық. Достық берді, сол кездегі студенттік достар, қазір отбасылық шаңырақ достарымыз. Махаббат берді. Осы шаңырақта бірге оқыған,
журналист, қазіргі таңда өмірлік серігім Жанжігіт Омархан осы жерде отыр. Біздің университетімізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге жаңа ғана жүргізуші атап айтқандай, осы Жас қанат байқауында маған бас жүлде сыйлаған ерекше ән өзіміздің жерлесіміз. Ол кісіні танымайтын қазақ жоқ. Тұрсынғазы Рахимов марқұм ағамыз өз аузымен үйреткен ерекше ән. Менің қазіргі таңда төл құжатыма айналған Қазағым ай әні. Қабыл алыңыздар. Жақсатанды демесін, сүйем десең, табынатын тәңірім ием десең. Адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйенбесең. Қазағым ай, бай, 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 ардағым ай, сен менің шолпанымсың, жанғанудай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманым ай. Сен менің сүйегіммен жанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасың, тек сенің топырағыңда жамылғасың. Қазағым ай, бай, 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 ардағым ай, сен менің шолпанымсың, жанғанудай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманым өзіңше ісіңдерек, түсіңдерек. Сырым бар саған айтар ішімде көп. Қомағай көзімді бір тойдыра алмай, қорқамын бәрі осынан түсінбеде. Қазағым ай, бай, 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 ардағым ай, сен менің шолпанымсың, жанғанудай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманым ай.
Қазақ эстрадасының жұлдызды әнші қызы Әсем Омар. Құрмет қошеметтеріңіз. Көп рахмет. Құрметті қонақтар, біз кешімізді одан әрмен жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың құттықтауын және марапаттарын табыстау үшін сахнаға Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының орынбасары Ролан Серіков мырза шақырылады. Құрметті университет ұжымы, студенттер, құрметті қонақтар. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың құттықтау хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Думан Рымғалиұлы, қадірлі Шәкәрім университетінің ұжымы. Сіздерді Абай топырағындағы білім ғылымның қарашаңырағы Шәкәрім университетінің 90 жылдық мәртебелі мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздегі байырғы әрі беделді институттардың басын біріктіріп, бүгінде бірегей университетке айналған оқу ордасы ғасырға жуық уақыт дересінде білімге ынтық, ғылымға ынтызар, мыңдаған жастың талабын ұштап, қадамын нықтады. Алыптар туған аймақтың зерделі ұл-қызы мен зиялы қауымын ортақ мүдде жолында біріктірер рухани мәдени орталық және жаңашылдық ордасы ретінде қалыптасты. Алдағы уақытта да осы үдеден табылып, Абай елінің абырой беделін асқақтата береріне кәміл сенемін. Тарихы тереңде жатқан ордалы оқу орны бір кездері маған да үлкен өмірге жолдама ұсынып, жарқын болашаққа жол ашқан болатын. Студенттік шақта мұнда өткізген әр күнімнің өмірімнің жарқылына айналып, сәулелі сәттерге ұласқан әрдайым мақтанышпен еске аламын. Осындағы ұлағатты ұстаздарымның бойға сіңірген тәлім тәрбиесі ғұмырыма азық, тұғырыма қазық болғанында ерекше атап өткім келеді. 90 жылдық белеске толайым табыспен жеткен Шәкәрім университетінің білім кеңістігіндегі келешегі кемел, беделі биік болғай. Оқу ордасының зияткер ұлт тәрбиелеу жолындағы қызметіне жеміс тілеймін. Қара шаңырақтың мерейтойы қайырлы болсын. Құрметпен туризм және спорт министрі Ербол Қуантайұлы Мырзабосынов. Құрметті Рулан мырза, ордада қалуыңызды өтініп сұраймыз. Көп рахмет, құрметті спорт қызметкері төсбелгісімен дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға оқытушысы Ибраев Болатқали Мұханұлы марапатталады. Қошеметпен түріне құрметті спорт қызметкері төсбелгісінің келесі егері, дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға оқытушысы Ерменова Батиля Оралбай қызы. Қошеметпен сахна түріне шақырамыз. Сондай-ақ сахна түріне дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға оқытушысы Прохоров Борис Николаевичті шақырамыз. Марапат иелеріне сіздердің зор ықыластарыңыз болсын. Құрметті Ролан мырза, өзіңізге де зор алғыс білдіреміз.
Көп рахмет, қымбатты қонақтар. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың құттықтауы мен марапаттарын табыстау үшін сахнаға Абай облысының білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Бақытгүл Масалимова шақырылады. Қайырлы кеш, құрметті салтанатты жиынның қонақтары, зиялы қауым өкілдері, ардақты ардагерлер, ұлағатты ұстаздар, білім ордасының түлектері. Бүгінгі атаулы мерейтоймен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлының құттықтау сөзін оқуға рұқсат етіңіздер. Сіздерді Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің атынан Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетін 90 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Ғасырға жуық тарихы бар көп салалы оқу орны еліміздің мәдени, оқу әдістемелік және ірі ғылым ордасы болып табылады. Университет еліміздің іргелі жоғары оқу орны ретінде әртүрлі бағыттағы мамандар даярлау ісін жетілдіріп келеді. Білім беру саласындағы бәсекеге қабілетті жаңашыл педагогтерді, оның ішінде білім саласында елеулі еңбек етіп жүрген мыңдаған білікті тұлғаларды даярлауға қосқан үлестеріңіз мол. Сіздердің еңбектеріңізді жоғары бағалай келе, еліміздің көркеюі мен ұрпақ тәрбиесіне қосып келе жатқан сүбелі үлестеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Университет басшылығына, профессорлық оқытушылық құрамына, ұжымға зор денсаулық, шығармашылық табыстар тілеймін. Ізгі ниетпен Ғани Бектайұлы Бейсенбаев. Құрметті Бақытгүл ханым, сахна төрінде қалуыңыз өтініп сұраймыз. Білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісімен химия және биология кафедрасының аға оқытушысы Сапарова Гүлнара Сиқымбайқызы марапатталады. Дәл осындай марапатпен педагогика кафедрасының меңгерушісі Едігенова Алма Жүнісбек қызы марапатталады. Марапат иелеріне зор ықыластарыңыз болсын. Келесі марапат иесі қазақ филологиясы және журналистика кафедрасының аға оқытушысы Мүрсәлімов Төлеуғазы Кәметайұлы. Тарих кафедрасының аға оқытушысы Мұқатаева Зәуре Қадырбайқызы марапатталады. Сіздердің құрмет қошеметтеріңіз болсын. Келесі марапат иесі физика-математика ғылымдары жоғары мектебінің деканы Оспанова Динара Манаповна шақырылады. Сіздердің алдарыңызда білім берусінің құрметті қызметкері төс белгісінің егерлері қошеметтеріңіз. Сондай-ақ келесі марапат иесі радиоэкологиялық зерттеулер ғылыми орталығының басшысы Клевенко Алексей Николаевич. Қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Құрметті Бақытгүл ханым, сізді де мерекеңізбен құттықтаймыз, зор алғысымызды білдіреміз.
Көп рахмет, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мерекелік кешімізді ары қарай жалғастырамыз. Сахнада Шәкәрім университетінің түлектері сіздер үшін ән салатын X-Factor Қазақстан жобасының финалистері. Абай облысының намысын халықаралық және республикалық деңгейде қорғап жүрген сахна төрінде элит тобы. Қарсы алыңыздар. Chiudo che penso a lei, al profumo dolce delle perle sue e una voce idente come sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più temore te le voglio urlare, questo è grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo a te. Dimmi perché quando credo solo a te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerà mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo me sarai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Passeranno primavera, giorni freddi stupidi da ricordare, maledite notti perse a non dormire, altre al fare l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo a te. Dimmi perché quando vivo solo a te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerà mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che non mi sbaglierà mai. Dimmi che sei il mio unico grande amore. Che sei il mio unico grande amore. Қаттырақ бір қол соғып қойыңыздар, қымбатты қонақтар, элит тобы. Халықаралық рейтинг жаңалықтары бірінен соң бірі жаңартылуда. Осындай тарихи күн қарсаңында университет көрсеткіші бірден 100 позицияға көтеріліп, КИС халықаралық рейтингтік агенттігінің нұсқасы бойынша орталық Азия елдерінің топ 501-520 жоғарғы оқу орнына кірді. Ал КИС-тар оның Қазақстанның ұлттық университеттермен бір қатарға қойып, 4 жұлдыз берді. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Құтты болсын!
Бәрекелді. Қымбатты қонақтар, құттықтау сөз Шәкәрім университетінің университет болып құрылуына елеулі үлес қосқан Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректор Ерлан Сыдықовқа беріледі. Құрмет қошеметтеріңіз. Менің енді беретін наградаларым жоқтың қасы, сондықтан да сөзбен толтырайын, маған 5,5 минуттай уақыт беріңіздер. Армысыздар әріптестер, құрметті қауым, жерлестер, ең алдымен баршаңызды Шәкәрім университетінің 90 жылдығыменен шын жүректен құттықтаймын. Қоғамдық сананың жаңғыруымен бірге университеттердің өткен тарихы да ерекше мағынаға ие болуда. Шәкәрім университетінің де жасампаз тарихы бай, ол жөнді айтылып та жатыр, жазылып та жатыр. Әлбетте, Шәкәрім университетінің жылнамасы Семей қаласы мен өңірінің тарихымен тұтас өріліп, елдік тарихты түзуде. Семей қаласы ежелден мәдениет өркендеп дамыған, медреселерден бастау алатын, білім ошақтары қалыптасқан халқымыздың үлкен бір рухани мәдени орталығы болды. Сол медреседен дана Абайда білім алған. 120 жылдық тарихы бар атақты Семей мұғалімдер семинариясы, Шағангүл қарындасымыз отыр. Зор мақтанышпен айтамыз, ұлтымыздың дамуына өлшеусіз үлес қосқан беделді оқу орны. Осында Қазақ сахарасының түпкір-түпкірінен келген Шәкәрімнің сөзімен айтсақ, қазақтың оқыған жастар көп жиналды. Олар алаш мектептерін қалыптастырды. Осы кезеңде қазақ қоғамы балаларын жаппай оқытуға, белгілі бір кәсіп иесі болуға ұмтылды. Саналы, білімді, білікті және мәдениетті жоғары ұлт қана жасампаздық идеологияларды жүзеге асырады деген ойды олар халыққа жеткізді. Солар ғана зор мүмкіндіктерге, жақсы өмірге ие болмақ деген қағиданы әр қазақтың қанына сіңірді. Бұл дәстүр бүгінде Семей жерінде жалғасуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1922 жылдың 30 қыркүйегінде Семей Абай облысы болып құрылған кездегі іс сапарында осында келгенде Семей қаласының төл шежіремізде айрықша орны бар өлке екенін атап өтті. Мен сол кісінің сөзін келтірейін. Семей ұлттық ғылым мен білімнің, өнер мен мәдениеттің тарихи орталығы. Еліміздегі мұғалімдер даярлайтын алғашқы оқу орны бұдан 120 жыл бұрын осы қалада ашылғаны белгілі. Онда Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Шәкен Айманов сынды ұлт зиялылары білім алған. Сондықтан бұл жерді халқымыз қазақ руханияты тамыр жайған жер деп ерекше қадірлейді деді мемлекет басшысы. Семейдің ел тарихындағы орнын бұдан артық қалай ерекшелеп айтуға болады. Құрметті қауым, мерейтой қонақтары, өңірдегі алғашқы жоғарғы оқу орны ол іргетасы жаңа айтылғандай 1934 жылы қаланған Семей педагогикалық институты. Сөз жоқ, қала, облыс, республика тарихында ойып алған орны бар оқу ордасы. Өткен ғасырдың 30-90 жылдар аралығында ондаған мың педагогтар даярланды. Олар елдің дамуына айрықша үлес қосып та келеді. Осы кезеңде небір майталман азаматтар институтта абыройлы қызмет атқарды. Енді білгенімше айтайын, Төлеубай Аманов, Қайым Мұхамедханов, Рахым Мыңжанов, Михаил Панин, Дулат Сүлейменов, Қинаят Шаяхметұлы, Ғазиз Айманов, Ержан Сағындықов, Жұмабек Айтып, Қажи Нұрсұлтанов, Таупиқ Досаев, Мұратбек Кенжебеков, әрине Нәубәт Қалиев. Сонымен бірге арамызда осы жерде отырған алақаныма салып самолетке бірінші ратқа отырғызып алып келіп едім, Ғариполла есім ағамызды көрмей отырмын. Осы жерде отырған Ғариполла есім, Арабес Пенбетов, Ерғали Есенжолов, Серікбай Маусымбаев, Амантай есімдер бар.
Қаншама түлектер үлкен өмірге қанат қақты. Олардың арасында елімізге танымал адамдар да шықты, осы институтты бітірген. Атап айтайын, мақтаныш болсын, үлгі болсын қалған ұрпаққа. Қазақ СССР жоғарғы кеңес төрағасы болған Мақтай Рамазанұлы Сағдиев, оқу министрі болған Қожахмет Балахметов, математика және механика институтының директоры академик Төлебай Аманов, белгілі педагог социалистік еңбегері Жақия Шайжүнісов, жазушылар Зейтна Ақышев пен Кәмен Оразалин, композитор мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Төлеген Мұхамеджанов, ақын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тынышбек Әбдікакимов, айта берсе көп. Олардың бір шапалақтап қояйық, осы жерде отырмын. Олардың педагогикалық қызметі мен мұрасы қашанда еліміздің сарқылмас қазынасы болып қалады. Ал Семей зоотехникалық малдәрігерлік институты, Семей ет және сүт өнеркәсібі технологиялық институты әрқайсысы өңірдің, республиканың шаруашылық салаларына қажет мамандар даярлады және даярлап та келеді. Олар да үлкен із қалдырды. Семей зоотехникалық малдәрігерлік институтында Өмірәлі Ташмұхамбетов, Байдолла Садықов, Уәлхан Әбділманов, Зейнолла Тоқаев сынды басшылар, Сағадат Стамбеков, Есенгелді Омарбеков, Александр Ульянов, Көрпеш Сарымсақов, Власова, Ғалым Орманов, Рафаэль Искаков, Сәуле Мұханова, Серғазы Дүйсенбаев, тағы азаматтар ел игілігі үшін еңбек етті. Және де Жабайқан Кайкенов осында болуға тиіседі. Марқұм Петр Топшиноев, марқұм Бақыт Дүйсенбаевтарды да айтуға болады. Семейдегі ет және сүт өнеркәсібі технологиялық институтында Талалаев, Ульянов, Еникеев, Құрманбаев, Абсалямов, Рақыжанов, Төлеу, Воробьев, Фрезоргер, Чоманов, Жайлаубаев, Түменов, Айтбек, мына жерде отыр, Кәкимов, айта берсе, мен үшін ыстық оқу орны ғой, барлықтарыңызды тізіп айтып беруге бармын. Біз сіздермен қуанамыз. Осы азаматтардың қастерлі істерімен, ел мен халық жадындағы мәңгіге қалатын ұстаз тұлғалар бас иіп құрмет көрсетеміз. Ал енді замана үдерістері барысында 90 жылдардың ортасында қаладағы жоғарғы оқу орындары біріктіріліп, бір университет аясына тоғысты. Елмен бірге біршама қиыншылықтарды бастан өткердік. Енді ғана ректор болып келген кезім, оқытушылар мен қызметкерлердің бірнеше айлар бойы жалақы алмаған кез еді. Жылуға төленетін ақша да жоқ, қаңырап қараусыз қалған корпустар, тағысын тағы проблемалар. Бұл мәселелердің де артынан шешімін таптық. Ұжым болып бірге өрледік, дамыдық. Ел болып бастама көтеріп, үкімет қаулысын шығарып, шәкәрім атында алдық. Осы уақытта шәкәрім тану, алаштану ғылыми зерттеу орталықтарын ашып, арнайы ғылыми журналдар менен сериялық жинақтар шығардық. Диссертациялық кеңестер аштық. Қаржы көзін тауып шәкәрім мен Әлиханның ескерткішін орнатуымыз тұлғаларды танытудың ғылыми да практикалық ізашар ісі еді. Тұлғалық шәкәрім энциклопедиясында осы мақсатта қолға алып халыққа сұндық. Сол ізбенен алаштану сериясы бойынша шығарылған көптеген монографиялық еңбектер мен ғылыми жинақтар оқырман қолына тиді. Мәскеудің оқырманы ең көп Молодая гвардия баспасынан әлемдік брендке айналған әйгілі ЖЗЛ сериясы бойынша алдымен шәкәрім, одан кейін Құнанбай атаулы тарихи мемуарлық кітабымды да шығарған едім. Сөз арасында айта кетейін, бұл еңбектер кейін 6-7 шетелдің тілдеріне аударылып шығып жатыр. Бұның бәрі түптеп келген кезде ғылыми ізденістер арқылы ұлт тарихындағы тұлғаларды айшықтау, оған халықтың назарын аударту, тың ізденістерге жол салу. Осылайша толық адам қалыптастыру, тұлға тәрбиелеу кез келген университеттің басты миссиясы болып табылады. Бүгінгі шәкәрім жастары, олай болса, бүгінгі шәкәрім жастары осы бағыттағы аға буын салған ізашар жолды зор абыройменен жалғастырады деген сенімдемін. Мерейтой құтты болсын ағайын. Құрметті Ерлан Баташұлы, өзіңізді де мерекемен құттықтаймыз. Рахмет сізге. Тұра тұрыңыздар, менде Евразия ұлттық университетінің осы бір қарызы бар еді. Қарызым осында университетті жақсы, жан-жақты басқарып келе жатқан талантты басшы Думан Рымғалиұлына
арналған. Думан бері қарай кеш. Өйткені Думан менің шақыруыммен кезінде Евразия ұлттық университетінде ғылым департаментін басқарып, одан кейін әрі қарай министрлікте өсу жолдарына түсті. Сол кезде біздің университеттің дамуына үлкен үлес қосты. Қарапайымдылығы соншалықты бізді ұмытып кетіппіз. Сол кезде университетіміздің наградасын өзіммен бірге алып келдім. Бізде Гумилев медалі бар. Өзі Күлтегін және Гумилев 2-ақ медаль. Оның өзін жылына 2-ақ рет береміз. Бүгін бірақ енді 90 жылдық мерейтойда өзіңе осы өзің жақсы көретін ұжым осыны маған тапсырған болатын. Осы қарызымнан құтылайын деп отырмын. Сіздердің құрмет қошеметтеріңіз болсын. Лев Гумилев атағы Евразия ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректор Ерлан Батташұлы Сыдықов мырза. Құрметті жиналған қауым, құрметті ханымдар мен мырзалар, келесі кезекте сахна төріне құттықтау лебізін білдіру үшін Шәкәрім университетінің басқарма төрағасы ректор Думан Орынбеков мырзаны қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Құрметті қонақтар, қадірлі әріптестер, университет түлектері, білім алушылар. Шәкәрім университеті үшін бүгінгі күн межелі белес. Ондаған мың адамның жасампаздық тағдыры іргелі оқу ордасының 90 жылдық тарихын қалыптастырды. Бүгінгі сәт жаңа белестің бастауы. Бізге жаңаша ойлауға, жаңа парадигмаларға жол ашады. Дәл осы жерде, осы зәулім сарайды сарқылмас энергиясымен толтырып отырған өскелең ұрпаққа бағыт бағдар береді. Біз болашақ туралы айтқанда өткенімізді зор тебіреніспен еске аламыз. Мақтан тұтамыз, құрметтейміз. 1934 жыл. Қаланың алғашқы жоғары оқу орны Семей мұғалімдер институты құрылып, елдің қалыптасуымен бірге дамыды. Ұстаздар, олар білім нәрімен мыңдаған ұрпақты тәрбиеледі. Білім мен ғылым сарайының есігін қалың қауымға айқара ашты, сапалы білім беру қағидасын орнатты. Дәуірдің сындарлы сәттерінде мұқалмаған ерік жігерін кейінгі буынға мирас етті. Университет тарихында кімдердің есімі қалды? Алғашқы ректордың, ең алғашқы дәріс оқыған оқытушының, университеттің ауыр жүргін арқалаған аға буынның, өмірлік тәлім тәрбие берген куратордың. Шәкәрім университетінің тарихы егемен Қазақстанның дамуында айрықша ықпал еткен өзгерісті дәуірмен қатар өрбіді. Оқу орнына тұғыры биік тұлға Шәкәрім есімі берілді. Университет қабырғасында рухани тереңдікке, білімге деген құштарлық қалыптасты. Қазіргі жаңару санамызда Шәкәрім бабамыздың ақыл ойлары бізге рухани азық болмақ. Ар ұждан, құрмет, уақыт. Университет өмірінің осы бір тамаша сәтінде аға буын өкілдері ардагер ұстаздарға ұжым атынан бас иіп алғысымды білдіремін. Мәртебелі қонақтарымызға рахмет. Мерейтойлық жиынға қатысып отырған бірнеше буын ректорларға ұжым атынан ризашылығымды білдіремін. Университеттің өткенін бағамдап, бүгініне ниеттес болған, болашаққа деген сенімі мол әріптестеріме ықыласым зор. Сіздер университеттің өткенімен байланыста болдыңыздар. Бүгінгі дүниесіне де куәсіздер. Болашағымыз жарқын, келешегіміз кемел. Мемлекет басшысы маңызды міндеттер қоюда. Олар көшбасшыларды даярлау, әлемдік деңгейдегі позицияларымызды нығайту, ғылым мен технологияны дамыту. Бұл жай сөздер емес, бұл біздің сіздермен бірге күнделікті еңбегіміз, міндетіміз, жауапкершілігіміз. Біз әлемді өзгерту миссиясын қабылдауға дайын адамдарды қалыптастырдық,
қалыптастырудамыз. Біз өтуге тура келетін жолдан өтуге дайынбыз. Осы 90 жыл ішінде бізбен бірге кім болды, кім бізбен болады, кім қолдады, кім сенді, баршаңызға алғысымыз шексіз. Бұл күн жаңа ұлы жолдың бастау болсын, құрметті әріптестер. Құрметті Дума мырза, мерекеңіз құтты болсын. Зор қошеметпен құрметті орныңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Көп рахмет, қымбатты қонақтар. Шәкәрім университетінде Қытай Халық Республикасының университеттерімен ынтымақтастық, іскерлік қарым-қатынас жақсы жолға қойылған. Осы орайда шетелдік серіктестердің құрметіне шет тілдері кафедрасының оқытушысы Жанғалиева Динаның орындауында Қытай тіліндегі қалағанымдай әнін қабыл алыңыздар. 你是遥遥的路，深夜大雾里的灯。我是孩童啊，走在你的眼眸。你是明月清风，我是你照拂的梦。遥遥的路，见与不见都一生与你相拥。而我将爱你所爱的人间，愿你所养的小园，你的手我蹒跚在先，请带我去明天。如果说你曾苦过我的甜，我愿活成你的愿，养不完啊，养用完啊，这生生每一天。你是四月江河，星火燃起的天空。我是仰望着就把你唱成歌。你是我这所来，也是我行者所归。世间所有路都将与你相逢，而我将爱你所爱的人间，愿你所养的小园，你的手我蹒跚在前，请带我去明天。
Құрметті қонақтар, достар, алдарыңызда өткеннің, бүгіннің, болашақтың символы, уақыт капсуласы. Мерекелік дейін әркім өзінің ой пікірін, тілектерін осы уақыт капсуласына қалдырған болатын. Олай болса, болашақтың уақыт капсуласын келесі 100 жылдықтың еншісіне жіберетін сәт жетті. Құрметті қонақтар, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Шәкәрім университетінің жастары, Қарагөз студент жастар театры. Осымен бүгінгі салтанатты кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Қымбатты қонақтар, алдарыңызда Абай облысы білім басқармасының атынан ықылас гүлі. Құрметті жиналған қауым, 4 көзіміз түгел, 90 жылдық мерейтойды бүгін сәтті аяқтап, 100 жылдықта кездескенше аман, сау болайық дейміз. Жақсы күнде жүздескенше, хош, сау болыңыздар.